Наймандар Шыңғысханмен 18 жыл соғысты. Тайлыққа Таян хан өлді, Бұйрық хан өлді. Ақырында күшлік Жетісуға келді. Соңында Памирде ол да қаза тапты. Сөйтіп ел әбден шаршаған, аламан әрден қажыған, жеңілген ел. Бірақ Шыңғыс адам естімеген ауыр бұйрық шығарды дейді. Тұрып сиетін найман қалмасын деп айтты дейді. Сол кезде Кетбұға найманның 90 жақсысын жанына ертіп, мойнына қаралап елдік салып, Шыңғыстың алдына келіп тартқан күй екен дейді. Қаралап елдік мойнында сауға Шыңғыс сауға деген. Осы күй туралы айтқанда жаңа Таласбек ағаның бұл күй туралы айтатыны бар еді. Ұясын бұзып, балаларын жеуге келген аюдың алдында құндыздың басын иіп тұрып сызылып айтқан зар сияқты деп. Сол қаралап елдік мойнында сауға Шыңғыс сауға деген. Кетбұғаның дейді. Онда Таласбек аға жеткізді. Және тағы да қазір мән берсеңіздер, мына күй ерте замандағы сарындар, яғни біздің құлаққа үйренген 19 ғасыр Тәттімбет пен Дәулеткерейдің сарындары жоқ, 20 ғасыр Салтанат пен Көндоғының сарындары жоқ. Нешінші ғасыр? 14-15 ғасырлар ғой. 13. Да, жетіп сол. Жансүгір 1-2 жаста болды ма, сол Жансүгірді далаға алып шықтым қыдыруға. Сосын Алматыда тұрамыз. Жансүгірді үйге кіргіздім, сосын жүгір барып, колясканы кіргіздім. Сосын кірсем, Таласбек жылап отыр. Мынау күйді тартып. Бұрын естімедім. Кей кезде Таласбек өз жанынан күй шығарғанда, кәдімгідей көптеген жылдар оны
бір өрнегін қосып жонып алып солай отырады ғой, естиміз оны. Бұны мүлде естімедім. Мысалы Таласбек бұл қандай күй десем, осылай қазір ұйықтап жатқанда, ұйықтап қалдым деді, сен шыққан бар менде. Сен далаға баламен шыққаннан кейін ұйықтап қалдым да, сол атамның аруағы түсіме кіріп, осы күй есіме жас кезімде, бала кезімде ала алмаған күй осылай жаңғырыпты деп. Сосын сол кезде мынау жәрдем Таласбек орындап, жәрдем барып, біріншісі сол кезде Таласбек соны шығарғанда, мынау қазақтың мың күй деген жазылып жатты да, сонда негізі сол мың күй ұйымдастырған жігіттерді жақсы танимын. Таласбекпен продюсерлер жас кезінде дос болған, Таласбектің жақсылығын көп көрген, бірақ кейін Таласбектің кетіскен адамдар ғой. Дегенмен сол шараға қатысқан бір дыбыс режиссері естіп, дереу өзінің студиясында жазып, сонымен мынау қазақтың мың күйін ең басында номер 1 қылып қойды да, осы күйді, ең көне күй сақталған деп. Ал жәрдем сол күйді жазып алып телефонға үйге апарса, жәрдем Найманға жиен ғой. Сонда сол үйдегі жеңгеміз жылап, менің әкем бұны тартты, мен бала кезімде осы күйді естідім деп жылаған екен. Сонда 50 жыл өтті ма, 60 жыл өтті ма, сол уақыт өткеннен кейін осы күйді алғаш естіген болып шықты. Сондай мен ойлаймын да, енді жиналатын келетін жұрт жиналды, болды. Біз қазір рәсімді тезірек өткізіп, сосын анау шағын дастархан бар, сол ары қарай дастархан басында жалғастырсақ әңгіме, күй. Мен бір ауыз сөз айта алайын, Таласбек.